Оралхан Бөкеев, апамның астауы. Ол кезде мен бала едім, апам жастау еді. Әке-шешеміз қиыр жайлап, шет қонып мал соңында жүретінде, айында жылында ғана болмаса, бет-жүзін үнемі көре бермейтінбіз. Соғыстан кейінгі жылдарда есін жиып, езілген еңсесі көтеріле бастаған елдің берекелі де бейбіт тірлігі, жар жағасында отырған жалғыз үй әрине бізге де ортақ. Қос бөлмелі шатырланбаған тоқал ағаш тамның маңайы, қысы-жазы жыбырлаған, айғай шулаған балалардың базарына айналатын. Біздің үйден тас лақтырым жерден арқырап ағып жатар ағыны да қатты бұқтырма, жаз шыға суға шомылған, қыста сырғанақ тепкен баланың жер көкті шарқ ұрып шарласа таба алмас қызыққа толы мекені еді. Тоң боп қатқан пимасын, сүңгілесе су болған көйлек дамбалын біздің үйге келіп кептіретін. Сонда апам менің ғана емес, бүкіл мұқым ауыл балаларының абзал анасы сықылданатын. 15 жасыма дейін апамның қойнына жаттым. 15 жасыма дейін әкенің, шешенің кім екенін білмей, сол айналайын апамның тәрбиесінде өстім. 15 жасыма дейін апамның етегіне жабысып, соңынан қалмай бүлкектеп құлындай еріп ер жеттім. Сол кісімен жүрсем, мал сойған үйдің құлағы, тәттісі мен дәмдісі менің аузыма тиетін. Мен ол кезде апамның өмір тарихын, тіпті кім екенін білмей, алаңсыз шуақты күндерде марқайып маңар едім. Бүгінде көз алдымда арық ашаң кемпір, тарамысты мықты саусақтар, ерні мен егін күйік шалған, тыртықтанған әдемі ажар кимешегінен дудырап, шығыңқырап жүретін ақ шалмаған қара бұйра шашқана. Менің көз алдымда қандауырын қайрап, басының қаны тасыған, еркек ұрғашының кеудесін мініп, арам қанын ағызып тұрған, немесе терилеп көн төгіп отырған, жүн түтіп, арқан ескен, жіп иіріп, алаша тоқып, ойлап, сырмақ тігіп отырған апам. Ертеректе қазақ әйел не істеу керек болса, түгел қолынан келетін апам, қазақ әйелінің ғана емес, ер азамат атқарар істі қаранардай қасқая көтерер апам. Жаз шыға бәріміз әпкелерімді айтамын. Апам есіп берген жіпті алып, тоғайға отынға аттанатынбыз. Бір-бір арқа отын көтеріп, ең алда апам, содан кейін құндыздай шулаған біздер күліп ойнап келе жатар едік. Ол шақта қыстық шөпті де ала жаздай арқалап тасып, қораны маяға толтырып қоятынбыз. Қысқы соғы мен ұн ғана әке-шешеміздің мойнында. Огород шұрқыраған қаз тауық, екі сиыр мен ұсақ малымыз бар, ол кісілерге зиянымызды көп тигізбейтін едік. Шынымды айтсам, бізді тіпті ғана емес, ертеректе әкемізді, оның ірін қарындастарын асыраған апамның теректен ойып жасаған келісі мен ескі астау еді. Осы келі мен астау тіпті әкемнен де үлкен. Апам Алтайдың арғы беті төркінін ала келген аса қымбат заттары болатын. Апамның біздің атамыз дос марқұмға ұзатылуы да қызық. Кейде әсіресе қазіргідей қараша туа темір пешке отты маздатып, жағып тастап, пештің жыртығынан саулаған жарық түсіп, ала көлеңкелеп, қоңыр үйде отырып апамның әңгімесін тыңдайтынбыз. Тегінде ол кісі әңгімеге сараң көп сөйлемейтін, тек өз ісімен ғана жүретін, қақ соғы жоқ, инабатты жуас адам еді. Дүниеде өсек аян, қулық сұмдықты білмейтін, не болмаса тірі пендеге тілі тимеген, жарықтық ораз намаз бұзылмаған таза да тәкаппар әйел еді. Бала кезімізде байыбына барып бағамдылық па, бізді бой қойып, бүкіл ауыл аймақ, тіпті қазақ елі ең соңғы қасиетті әйел, тұрмыстық салттық өмірдің этикалық, этнографиялық, тіпті археологиялық байлығынан айырылғанын білді ме? Қазір ойлап қарасам, егер қазақтың әйелдері атқарар бүкіл ісмерліктің қолөнердің институтын немесе фабрика ашып, менің апамды бастық сайласа, тұтас бір 10 саусағы өнер ұрпақ дайындап шығарар еді. Я, ол кісі тірі кезінде ешкім елеп ескермеген алтын қолды құдіретті әйел еді. Қазақта осыншалық мықты, осыншалық ақылды ұлы әйелдер болғаны қандай жақсы. Бірақ біздер 20 ғасырдың азаматтары көп ретте осындай асылымызды байқамай айналып өтер едік. Айырылып қалған соңғы айы өтіп сан соға өкінер едік. Өзгені қойып мықтымсыз жүрген мына менің өзім сол апамның тірі кезінде неге ғана бәрін киіз басып, үй тігуді, арқан есуді, терилеп, өңдеп киім тігуді, алаша тоқып тәптіштеп жазып алмадым. Енді міне қолымыздың мезгілінен кеш сермеп отырғанымыз. Енді міне бұзау өлген сиырдай тұлыпқа мөңіреп, жыртық астау апамның алақанын, апамның қауызданған талқан тарысын іздеп тамсанып отырғанымыз. Білем, жер көкті шарлаған қорқыт та ажалдан қашып құтыла алмаған. Білем, мың жасаған Лұқпан Хакім де өлмеудің, өлтірмеудің амалын таба алмаған. Адамзат өлу үшін туарын бәрін білем. Құдай-ау, мәңгілік тіршіліктің жоғын сезе тұрып, апам сынды адамдар жер басып жүрген кезінде неге ардақтамадық, неге бағаламадық? Қан көтеріп, пір тұтудың орнына шікірейіп жүріп өлтіріп алдық. Егер ортамызда жүрген шағында ардақтап, әр сөз, әр ісін жоқ дегенде үйреніп үлгерсек, өлмегені ғой, өлтірмегеніміз ғой.
ал біз тіркезінде-ақ өлтіріп аламыз. Қазір апам жоқ, қара жер қойнына алған. Былтыр мен кигізген атлас көйлекті ала кеткен жоқ, арулаған адамдар киіп жүр. 80 жыл жолдас болған жыртық астау да қаңсып қалды әне. Қаңсып итаяқ болып қалды әне. Апам ала кеткен жоқ. Я сонымен қараша туа от маздатып, қарағайдың шайырын жалмаң-жалмаң шайнап, екі бүйірі жон арқасы нарттай қызарып кеткен темір пеште шырт-шырт түкіріп шыжылдап отырған тамам баланың ортасында қарқарадай қасқайып отырар апам менің қап-қара болып тілім шыға жарылған аяғыма қаймақ жағатын. Қаймақ тиіп удай ашығанда шыбын жаным шырқыраушы еді. Қаздың балапандай алқа қотан жайғасқан немерелерін айналып толғанған әжемнің тек қарашада қылаулап алғашқы қар жауғанға айтар әңгімесі ағыл-тегіл. Оның ақылы жүздеген ұстаз, мың сан мектептен артық тәрбие деген ұғымның асқаралы таптырмас үлгісі екенін қайдан білейік. Дүние жүзінде апамның қойнынан аңқып шығар әжелік иістен жағымды не бар екен жалғанда. Бұл жалғанда картопты тіліп жіберіп қызара бөрткен темір пешке қарып жегеннен дәмді не бар-ау. Бұл жалғанда қас қарая малды жайғап келіп, апамның айналасында тырайып жатып әңгімесін тыңдағаннан қымбат сәттер табыла ма, қайта айналып келер ме? Апам Алтайдың арғы жағындағы Керей елінің қызы, әкесі аса бай болған текті тұқымның тұяғы. Апам еркелеп өскен жалғыз қызы 15-ке толған соң іргелес байдың ұлына жасауын беріп сыңсыта ұзатқан екен. Өз заманнан аса көрікті қызы әрі 10 саусақ өнер апам босаға көрген бірер жылында маңғаз инабатты пысық келін атанады. Содан бір күні екі кештің ортасында басқа ауылдан сый қонақтар келіп, тай сойып, тай қазан ет асып жатқан шақта жер ошақтағы от үрлей берем дегенде апамның шылауышына шала тиіп, лап етіп жанады. Тыртыстары тар келген екі жақтауы зерленген кимешек шылауыш шешілмей бет-аузы түгел күйіп қалған екен. Күйеуі де ізгілікті жақсы жігіт болған. Алтай емдетіп шыбын жанын аман алып қалыпты. Келіншегім жарымжан болып қалды деп кезептенбей тату-тәтті өмір сүріпті. Алайда бір жылдан соң өз дүниеден қайтып жесір қалған апам төркініне оралған. Осы шақта Алтайдың теріскей бетіндегі Әбдікерім болыстың би атанған жақ жоқ шешен жігіт біздің атамыз достың қатыны өліп, қыз таңдап бұлаңдап, қырғыдырып жер сыдырып жүрген. Әрі сері, әрі атақты, салт басты, сабау қамшылы жігітке тиеміз деп бүкіл Қаратай елі қыздары қырылып қала жаздапты. Бірақ біздің атамыз бір-біреуін менсінбеген. Сол менсінбеген қалпы ауылдағының ауыз сасық дегендей Алтайдан асып арғы беттегі Керейден жар таңдайды. Күйеуі өліп бет-аузы күйік шалған апамды көріп атының артына мінгестіріп бір-ақ түнде алып қашып кеткен. Дос келіншек әкеле жатыр. Қырмыздай құлпырған бізді көзін ілмеп еді, Керейден алған қызы ай мен күндей сұлу шығар. Көрелік деп алдынан шықса, ерні салпиған тыртық біреу екен. Тамам қыз бетін шымшып күліпті. Сонда атамыз айтыпты: "Ей Қаратайдың қатын қыздар, неменеге жетісіп күлесіңдер? Менің келіншегім, еліңнің қыздары мынау ма деп сендерге ерін шығарып отыр" деп сөз тауып кеткен екен марқұм. Темір пеште маздай жанған отқа талтая қыздырынып, ала көлеңке ағаш үйде апамның тізесіне басымызды қойып, мұрнымыз пысылдап ұйықтап қалушы едік. Қашан өзіміз оянғанша тырп етпей ұйқымызды күзетіп отыра берер еді жарықтық. Апамның қайсы бір мықтылығын айтып тауысайын дегенмен бір екеуін сіздерге әңгімелеп бермекпін. Әкем ынтымақ колхозының сиыр фермасында бастық болатын. Ауылдан 10 шақырым Қаражер деп аталатын фермада тұрады. Шешем сиыр сауады. Бұл қыс мекендері, ал жаз шыға жайлауға көшіп кететін. Жаздың жайма шуақ бір күнінде үйге сиыршы шал жүніс келеді. Тауға көшкенде аяғы құрттап жүре алмай қалған қарабас қойды қозысымен жұртқа қалдырып кетіпті. Бір лажын тауып соны жеткізіп алсын. Содан соң қара жерге егілген картошканың арам шөбін жұлып, суарып, қопыстап түптесін деген хабар айтыпты. Таңертең апам екеуміз жаяу жолға шықтық. Күн ала бұлтты болғанымен қапыры қыстық еді. Біз қара жердегі шілікке салған картошка алқабында жеткенде күн түске айналған. Бағанағы шайдай ашық аспанды қара құрым бет бұлт торлап, әп-сәтте күннің көзі көрінбей қалды. Мен шөбін отап, апам түптеп, лезде бітіріп тастадық. Біздің осы жұмыста аяқтауымызды күтіп тұрғандай, әлгінде ғана тас төбегеленген қара бұлттан бауырсақтай бұршақ төпелей жөнелді. Апам ұстарамен күні кеше ғана жалтыратып алып тастаған тақыр басын ұрғылағанда тулаққа тиген сабаудай тарсылдақ үн шығады. Апам желеткесін шешіп басыма жапты. Ала жаздай сиыр фермасының күзетінде қалатын Қашыбай деген шал отыратын қыстаққа қарай безектеп келеміз. Жалғыз үйлі шалдың өмір тарихы жеке бір кітаптың жүгі. Жарты ғасыр 9 жолдың торабында жылжымай мекен етіп келе жатқан ақсақалдың бар ермегі ар өткен бер өткен жүргіншінің пикет жайы болады. Үйіне түнетіп жол нұсқау болатын. Апам екеуміз осы үйдің табалдырығынан аттай бергенде әзірде ғана төбеден төпелеп тұрған бұршақ сап болды ма шығысқа қарай қара құрым көшіп бара жатқан.
Қашыбай төр алдында дамбалшаң есеңгіреп бәйбішесі Мәмәтайды түрткілеп ойнап отыр екен. Біз кіргенде кәдімгідей қутыңдап қуанып қалды. Зерігеді білем. 70-ке жақындап қалса да дені сау, қапшағай шапшаң, саңқылдап сөйлейтін қағылез адам екен. Кеспіргінен айналдым, кеспіргінен деп анама, судан шыққан су тышқан секілдісің ғой, төрлет. Сақалы тұмшаңдап өз төмен сырыла берді. Мені қойшы, сен екеуміз тоқпақтысыда өлеміз бе? Балам тоңып кетті деп апам менің басыма жапқан желеткесін суын сығып. Ұлыңды мен ақ киізге орап тастайын, шешесінің құрсағында жатқандай рахаттанып бусансын деп Қашыбай отырған орнынан қарғып тұрып ірге тұста керіскендей жиналып тұрған жүктен аппақ киізді суырып алды. Тел балам, орап тастайын, шеш үстіңдегі қомшаңды. Мен тыржалаңа шешіндіріп, киізге тұмшалап бөлеп тастады. Әрі-бері мұрныма қой жүнінің шуашы келіп, маужырап көзім бақырайып жатып, бойым жылынған соң ұйықтап кетіппін. Оянғанда апамдар шай ішіп отыр екен. Қашыбай бізге ат арбасын бермеді. Таққыш шал тоғайда жиып қойған отыным бар еді, соған асығып барам деген соң апаң шындап ренжіді білем. Кішкентай қозыны маған көтерді де өзі тобан аяқ болып баса алмай жатқан зіңгіттей саулықты арқасына бір-ақ салды. Алдыңғы екі сирағынан ұстап жас балаша арқалап алды да кеттік ұлым деді маған. Мен ол кісінің артынан қозымды құшақтап бүлкек еріп келемін. 10 шақырым қашықтықтағы ауылға апам 5-6 рет демалып жетіп-ақ келді. Сонда менің көз алдымда қалғаны апамның көкжайсаң шалғынды қақ жарып менің алдымда батар күнді бетке алып қасқая тартып бара жатқаны. Қасқая тартып бара жатып арқасындағы саулықты былқ еткізіп тастай беріп тоғай ішіндегі қара суға барып дәрет алып, содан күн батар бет бұрып намаз оқығаны. Намаз оқып көк шалғынға бір жығылып бір тұрып көп қып-қызыл күн нұрымен шағылысқан Қайран апам осы қалпында қара жерге, туған жерге табынғандай еді. Енесіне тартқан қарабас қозыны құшақтап отырып мен апамның дүние жүзіндегі ең күшті адам екеніне күмәнім қалмаған. Біз үйге жеткенде жолда ешкілері айдай келдік. Екі сиырды бұзауы еміп тұр екен. Жол ағаш үйдің есігі шалқасынан ашық, маса буып толып алған. Әпкелерім тұлыпқа оранып ұйықтап жатыр. Апам оларға ұрысқан да, тіпті ұйқысын бұзып оятқан да жоқ. Бүкіл шаруаны өзі тындырып, тек кешкі асқа ғана шақырды. Апам менің. Жаз өтіп, қылышын сүйретіп қыс келді. Орман тоғай, тау-тас әппақ. Алтай өңірінің әрі жүдеу, әрі көңілді шағы туды. Апам етегін дөңгеленте белін қынап тігіп берген қарағайдың қабығына боялған қызыл тонымды, тері қолбағымды, елтір тұмағымды, табандатқан ақ пимамды киіп, қол шанамды, оны да қайыңнан иіп, шабақ салып, апам істеп берген. Сүйреп ойнауға шығамын. Сонда Шәгіштайдың өзім секілді бар баласы маған қызыға да қызғана қарайтын сезетімін. Жағымсып менімен дос болуға, мені ойнауға құштар екендерін біліп, танауымды шүйремін. Кеше әкем келіп кеткен, астында биік таудай ақбоз аты бар. Жеңеше деді апама. Неге жеңеше дейтін білмейдім, өйткені шешем де солай атайтын. Ертең таңертең сиыршы шал жүністі жіберем, соғымды сойып береді. Осыдан бір апта бұрын сол жүніс шал ту сиыр жетелеп келіп, қыстай осын жеп шығасыңдар деп еді. Енді сол сиырды сойып мүшелеп бермек. Жүніс келеді деген күні апам су жылтып шағын сиырды жығатын арқанды даярлап көп тосты. Келмеді. Шыдам әбден таусылған соң, жүр ұлым, өзіміз-ақ сойып аламыз деді. Қоңыр сиырды бас жібін жетелеп қорадан шығарды. Бұдан соң тұмсығынан шалып, мүйізінен діңгекке тас қылып байлады. Қыл арқамен сиырдың аяғын іліп алды да, діңгекке бір рет орап бар күшімен тартып қалғанда, еңгезердей қоңыр сиыр гүрс етіп құлап түсті. Апам діңгектен шандып алған арқанды суыта тартып, тұяғын серпуге келтірмей, буып тастағаны. Сиыр шошып болмаған соң, құймышқынан жабысып едім, сонан жерге ыршытып лақтыра жіберді. Жолыма мертіктіреді деді апам. Ал өзі соншалықты көз ілеспес шапшаң қимылмен сиырдың төрт аяғын қазық баулап байлап жүр. Содан кейін тұмсықтан оралған жіпті соза тартып, сиырдың тамағын керіп тастады, жез мойын мүйіз сап пышақты ұстатты. Шошып кеттім. Қорықпа ұлым деді апам. Әйел адам мал бауыздамайды, сен азаматсың, қане мықтап ұста. Қолым дір-дір етеді. Апам менің кіп-кішкене жұдырығымның сыртынан өзі қарулы тарамыстанған саусақтарымен қапсыра ұстатты. Бұлқынуға дәрмені келмей теңкиіп пысылдаған сиырдың тамағын орып жіберді. Қып-қызыл қанаттыладай. Енді былай тұр, бір жеріңе қан тиеді деді, мүйіз сап пышақты жалаңдатып, қоңыр сиырдың быт-шытын шығарды. Әп-сәтте терісін сыпырып, бұзып мүшеледі. Тұздап, салмаға жайып тастап, аузына түтін салды. Мен өкпе бауырдан қуырдақ әкелерекпін. Содан бар шаруаны бітіріп, сиырдың терісіне тұз сеуіп жайып, қар бетіне тамызған қанжынды тазалап, шайға отырғанда, сабақтан жүгіріп, әпкелерім фермадан тепеңдеп жүніс шал келді. Соғым сойып беруге әкем жіберген сиыршы буы бұрқыраған ыстық қуырдаққа кекіре тойып алды да аманда ауылына қайтты. Апам менің. Үлкен әпкем Шолпан қоңыр сиырды соғымға сойған жылы қыста күйеуге қашып кетті.
қашып кеткенде де басқаға емес, жуықта әскерден оралып, ауылда шофер болып жүрген баяғы бекетші шал Қашыбайдың көп ұлының бірі Бадырақ көз Төртбақ Әутәліп алып қашып кетті. Әкем мен шешем алғашында оң жақтағы тұла бойы тұңғыш қызының айырылып қалғанын намыстанып қатты ашуланғанымен, артынан кетер қыз кетті деп жасау жабдығына кіріскен. Әрине, жасау дегенде сырмақ, алаша, көрпе, жастық секілді үй жиһазының ол-пұлы ол кезде тек қана қолдан тоқылып тігілетіні белгілі. Апам шолпанның тек мұқым тең-тең жасауын бір айдың ішінде дайын етті де шанаға тиеп, маған аттың делбесін ұстатып құдаларға аттанды. Шырмауық салып балмен ашытқан сары сыраға қызара бөртіп алған құдамыз Қашыбай шал ат байлары мықты, тәуір жердің қызын келін қылып түсіргеніне қатты риза болды. Өткен жыл жазда ақсақ қойды апама жаяу арқалатып жібергеніне, ат арбасын бекер бермегеніне өкінді. Өзі қутыңдап қарқ-қарқ күліп қояды. Апама торқадан көйлек кигізіп, менің қолыма 10 сом ақша, қазірше 1 сом ұстатты. Мен мәз болдым. Өзім болып қолыма ақша тигені сол еді. Шықырымдағы асық салатын қалтаға жымқырып, жүгіртіп жібердім де үйге апамды тастай жаяу қашып кеттім. Апам кештетіп өзі келді. Сол күн түнде мен апамның мүлде бөлініп шығып, қойнына жатпай шалбарымды жамбасыма басып, жеке ұйықтадым. Ондағы жымсыма ойым, апам құдалар берген 10 сом ақшаны сұрап алып қояды деген қауіп. Сонда маған, әпкеңді үйге қайтарамыз, 10 сом ақшаны бер десе, азарда безер қарсы болар едім-ау. Сонда мен әпкемді 10 сомға сатып жібергендей болар едім-ау. Апам ләм деген жоқ. Қайныма жат деп айтпады да, 10 сом ақшаны тақуалап сұрамады да. Сол күннен бастап қулық сауып, ер жеткенімді білдім. Ол 10 сом ақша апам екеуміздің арамызға аша түскендей болды. Мен бөлек жатып жүрдім. Бір ай жамбасыма басып сақтаған қағаз ақша сары тап болып тозуға айналғанда жоғалтып алғаным. Әрине апамнан көрдім. Не деген бекершілік, не деген пендешілік десеңізші. Апам менің ер жеттік, білім алып, қызмет, атақ қудық. Ауылдан ұзап, апамнан алыстап, Астанаға аттандым. Апам Жеңісхан деген ұлының қолында тұрып жатты. Анда-санда ауылға барғанымда өз үйіме түсіп, апам өзі келіп амандаспаса, шіреніп жатып алатын едім. Мен сонда ауылға келіп кетіп жүріп, әкемдердің аузынан апамның тіпті менің әжем емес, шалы дос марқұм болғаннан кейін ғана біздің үйімізге бірге тұрғанын, әкеме шеше орнына шеше болып кеткен жеңгесі екенін білдік. Ал доспенен менің әкемнің әкесі Исақан бірге туысады екен. Мен сонда апамның соншалықты алыс, тым алыс екеніне көзім жеткенімен, иланбай жүрегім бәрібір баяғы кезді апамның жылы қойны, аялы алақанын аңсаймын. Өткен жазда апам түсіме кірді. 80 жыл жолдас болған жарық астауына арпа салып, қауыздан тазартып желпіп отырған екен. Маған айтады екен деймін, құдалар берген 10 сомды үйде шай жоқ болған соң мен алған едім. Ертеңіне мазам болмай көңілімсіз ояндым да әйеліме, демалысқа шығайық, ауылға барайық. Апам түсіме кіріп жүр. Мен таза матадан көйлек сатып әкел деп едім. Неге екенін білмеймін, жүрегім толқып соншалықты бір белгісіз күш ауылға асықтырды. Неге екенін білмеймін. Үйге келген соң да баяғыда аяғымның басын қақайтып жатып алмай, тағат таппай апамның үйіне қарай құстай ұштым. Есік алдында немерелерін ойнатып отыр екен. Мені екі бетінен кезек сүйіп, апаңды ұмытайын дедің-ау құлыным, мұрныңнан сығып алған бала едің, деп көзіне жас алды. Шай жасала бергенде таудай отын алып ұлы Жеңісхан келді. Апаң бұрынғыдай емес, қартайды, екіден бастырмайды, әйтпесе сарайым сау, тісім бүтін. Менің есіме апамның 5 уақыт дәрет алып намаз оққан сайын тісін тұзбен ысатыны, тіпті осы кісінің 80-нен асқан жасқа дейін бір жерін ауырды, не шаршадым, жалықтым деп қабақ шытпағаны түсті. Рас, шын айтамын, апамның тісі әлде маржандай екен. Рас, шын айтамын, апам бұл дүниеде жалғыз рет дәрігерге, болмаса бақсы-балгерге қаралмай сау саламат өте шықты. Тамақ жасалып бата берді, әрі ұзақ оқыды. Батасы қандай мағыналы, мақамдық. Мен апамды дәл бүгінгі бөлекше танып, көп қабір қасиетін қайта сезінгендей болдым. Ымырт үйріле үйден шықтық. Жеңісхан айтты, Шербекті, Араны әлі күнге дейін апам қайрайды. Мен не кесем, отын кескенде не секіріп жүрмейді, не өтпейді. Көз әлі де жақсы көреді. Кеше ғана ойлап ызып сырмақ бітірді. Түске дейін киіз басты. Қызық әйтеуір тыныш отырмайды. Ертеңде күн барау демей, бұзаудың мойын жібін есіп ноқта істейді. Қолы босай қалса ауырып қалатын секілді. Жеңген иек сүйеп жаман үйреніп кете ме деп қорқамын. Қанжығаға байлап жүреміз бе, жаман айтпай жақсы жоқ, бір күні қисайып қалса. Апам мықты ғой дедім мен жамандыққа қимай. Апам жүз жасайды. Ертеңінде таңғы сағат 8-де Жеңісханның үлкен қызы жылап жүгіріп келді. Апам ауырып жатыр. Біз алғашында сенің кірмеді, тек шешем ғана. Жеңешемнен айырылып қалмайық, кісі шақыртатындай қатты ауырған емес еді деп тұра жүгірді. Бәріміз шұбап жеттік. Апам өзінің ағаш төсегінде кеуде сырылдап, құрқыр етіп, теріс қарап бүктүсіп жатыр екен. Көзін алайта ашады да қайта жұмады. Тіл аузы байланған, келгендер танымады білем. Әкем екеуміз басын көтеріп сусын ішкізіп едік, езуінен қайта ақты. Балалар
Олар шу, бәріміз жылап жүрміз. Жеңеше деп шешем тарамыстанған арық қолынан ұстап, 50 жыл бірге өмір сүріп едік. Жамандығым ағат кеткен жерім болса кеш жеңеше, кеш. Ораза намазы бұзылмаған асылым деп көзіне жас алып, қолынан сүйді. Әгіден бері кісі танымай кеудесі сырылдап іргеге қарап жатқан апам күшпен аунап шалқалады да иегін қақты. Сонсоң әрең кестім деді көзін қайта жұмып. Дәрігер шақыртайын деп едім, басын шайқады. Содан соң өзімдап дәрет алмаққа ниет болған соң біз шыға тұрдық. Біз қайта кіргенде апам төсекті жерге салдырып шалқасынан жатқан екен. Кірме деген үлкендер сөзін тыңдамай жанына тізерлеп отыра кеттім де құдірет саусақтарын ұстадым. Суып барады екен, суып. Апам күбірлеп иля-илолла деп иман айтты. Апам өз иманын өз оқыды. Апам өз жанасын өз шығарып жатқанын сездім. Ендігі сәтте шешем апаңнан айырылық деп бісміллә деген күй әлемдегі ең үлкен аналардың бірі апамның бетін жапты. Үйдің іші улар шу, қым-қуыт. Апам менің, өлдің, ауырмай сырқамай, бір тісің шетінемей, алла белім демей, 89 жасыңда өз иманын өзің айтып өлдің. Апамды арулап сырмаққа орап, зузаға салып көтере жөнелгенде, үйдің бұрыш-бұрышында апам-ау апам деп зар еңірем немерелер қалды. Маған зузаның ең бір маңдай басы тиіп еді, ағаш сырғауылы иығыма батып, жанымды шығарса да шыдадым. Мен шыдайды деп жорамалдамады ма, әлде әдістеніп келе ме? Арттағы азаматтар бекер тұтасқан болмаса, көп күш жұмсамай бос келе жатқанын сездім. Өлген адамның сүйегі ауыр болады деген рас екен. Шүйкетай ғана кемпірді сойталдай 10 жігіт мықшыңдап әрең көтеріп келе жаттық. Апамды үйінен қар орманынан ел жұрты шулатып алаша қашқан, шеру жанадан қазылған жас қабірдің басына келіп тоқтап, сүйек салынған зузаны жерге түсірген соң біздердің бір сомнан ақша таратты. Менің де үйіп қалған алақаныма жұмарланған бір теңгені ұстата салғанда жүрегім дір ете қалды. Көзімнен жас ыршыды. Менің есіме сонау балалықтың алаңсыз жылдарындағы ақшамды алып қояды деп апамның қойнына жатпай бөлек кеткенім түсіп кетті. Енді міне, мойныма қарыз болмасын дегендей, сол бір қайнатым шай алған бір сомды өзіме қайтарып тұрғанын сезіндім. Өз-өзімді тоқтата алмай жыладым, қара жер томпайғанша жыладым. Ертеңіне ескі қораның бұрышында төңкеріліп жатқан апамның астауын алып, Алматыға қайттым. Апам менің, сенен не қалды? Жарғы астау ма? Я адам өмірі де сол жарғы астау секілді қаңсып қалады екен-ау. Қымбатты оқырмандар, аудиокітап ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдауларыңызды сұраймын.